Табылды Мұқанов, сөз соғышы. Мем зор дүйіні меңдеген жылға жыбыт саймалу. Нервтерім чытырман чексіз тоқой, абдан сейрек пайдалу. Көздерім тіп-тырнақтай қош планет құсалу, қарап тұрған күн нұрлары алтын себет мисалы. Бұл чуңдарым атылғаны келатып, тоқтып қалған жанар то. Қан тамырлар жер алтында күргіштігін дайралар. Жүк қылуучу, бар қылуучу, тағушу. Чатыраған бұл дүйінің өзімдің аябады бомба қылып, жадырды ақмақ сөзінмен. Мейімден батыш чығышына, түндік түштік жағына түшіп жатты суық кептер. Үшкірғандан үшкіріп, жарылданан быт-чыт қылып темір жолдай сандаған тамырлары, капиллярлар тырсынып, терс ойлардың десанты сөздер нервтерді заматта құрчуы қалып, тепкілешіп аябай, жөні түшті абақа. Жатталар бұл құнышып, жұл құнышып, дүргішіп, чығабыз деп бұштандыға, еркендіге, азатқа. Қара кептер, ырайлары суық кептер, тиштеріне чейін құрал салдырған. Бұйрық берчі борборларды мейдеге бөліп салды нервтерден. Боло жаздап жан құрман. Ачу сөздің жалыны жаба беріп оғы бетер, көздің ағы қып-қызыл. Ачшып ал, тызылдап, ал өрт чулғады қаректе. Жаш қайланып кеттағып, ақақ күлкі, ұшқы ыр, бейжай кептен дүбірді. Бұл чулымды титіретіп, оқ ойғандай сыздатып, чидер салды көрін бүгін. Болып көргін дегенсіп, қиын болсын қызға ашық. Сөз ақмақтың фугастардай тұрды жап, намысыма арыма. Қан ташқындап тамырларым азаз қалды жарыла. Тыйпылдандым, қирадым, келгенсіп жер тетірі. Дода кетті мақсаттың ақ шарына. О, суық сөздер, біріңерге біріңер снаряд, оқшылығын бомбасыңар, оқсыңар. Ар біріңден жаралуың да арбашқа бұт-чыт болдым. Мен сілерден абайлабай дотсыңар. О, суық сөздер, мен сілерді мейден, нервтен, қанымдан саперлер сияқту, ақыл менен, сабыр менен, абдан таза, уятту, жылу жұмшақ сөз менен сүріп шықтым. Сезімдерім дарақтардай шуыдырап, ақылым не бақпышқан будайдай, қачан ұрып аласың деп болуған. 1983 жылдың 12 февраля. Сіздер белгілі қырғыз ақыны Табылды Мұқановтың сөз соғышы ырын ұқтыңыздар. Оқыған Кипариса Сурахманова.